Бердібек Соқпақбаев атындағы мектеп гимназия 1-Ж сынып оқушысы Бибітұлы Әлиағзам. Үйдегі көне сурет тарихы. Ол суретке менің апам деп тақырып қойдым. Баламыз Бибітұлы Әлиағзам Бердібек Соқпақбаев атындағы мектеп гимназиясының 1-Ж сынып оқушысы. Апасын қатты жақсы көреді. Сол үшін менің апам тақырыбын таңдадық. Апамыз 1970 жылы Түркістан облысы Қақпақ ауылында дүниеге келген. Апамыздың айтуынша, мектепте жақсы оқитын оқушылардың қатарында болған екен. Мерекелерге, жарыстарға белсенді қатысқан. Және де математика пәнін сүйіп оқыған екен. Ауылда туылып, ауылға келін болған. Сафия, қарашы, мен апамның бұндағы кезінде суреттерін тауып алдым. Қара. Қарашы, апам тут 3 сынып оқитын кезде ма, 5 сынып оқитын кезде ма көрдім ба? Енді қара, мынау кім апа? Дұрыс. Үйде апа жақсы оқыпты. Дия, қазір апам салмағын шайын әкеле жатыр, я? Ой, балалары, міне апасының самауырын шайы қайнады. Ыстық шай ішесіңдер ме сендер? Я. Қазір апасы шай демдеп береді, міне кәне ыстық. Менің әке-шешем осындай самауырынан шай ішкен. Қазір апасы шай береді, сендерге ыстық шай ішесіңдер ме осылай? Мен өстіп ата-енеме осылай шай қайнатып, шай құйып бергенмін. Я, балалар, ақылдылары, менің апасының алтындары. Менің суреттерін көрдіңдер ме сендер? Я, апаларың жақсы оқыған. Сендер де жақсы оқыңдар. Күмсай апайына алғысымыз шексіз. Рахмет, Күмсай апайы, сізге.